бәріне сәлем. 5 минутта дайын болатын, дәмді болып шығатын корейский салттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен менің видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. 5 дана қиярды алып, ұзынша етіп тураймыз. Сосын оны шұңғыл ыдысқа салатын боламыз. Яғни барлық үлкен размерде болу қажет. Ендігі кезекте бір дана сәбізді аламыз да теркадан өткіземіз. Оны да ұзынша етіп өткізу қажет. Барлығы бірдей размерде болу үшін. Оны да қиярдың үстіне саламыз. Салғаннан кейін 2 дана тәтті бұрышты алып тазалап, ұзынша етіп турайсыздар. Менде қызыл және жасыл тәтті бұрыштар. Оны да шұңғыл ыдысқа саламыз. Барлығын көріп тұрғандарыңыздай бірдей размерде болды. Сосын көк пиязды аламыз да тура видеодағыдай ортасынан бөліп, үлкен размерде турайтын боламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Міне ортасынан бөлемін, бөлгеннен кейін үлкен қылып тураймын. Айта кеткенде барлығы бірдей размерде болу керек. Бұл сіздің салатыңызды әдемі қылып тұрады. Енді оны аламыз да шұңғыл ыдысымызға барлығының үстіне саламыз. Барлығын көріп тұрғандарыңыздай бірдей размерде болып шықты. Келесі кезекте 3 дана помидорымызды аламыз да, оларды көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бөліп, ішіндегі жұмсақ бөлігін алып тастап, сыртқы қабығын ғана турап жатырмын. Яғни бұл сіздің салатыңыз сулы болып кетпеу үшін. Мен секілді ұзынша етіп турайсыздар да, одан кейін барып шұңғыл ыдысқа саласыздар. Салып болғаннан кейін 2 бас сарымсақты аламыз. Оны ұсақ етіп тураймыз. Сіздердің арнайы сарымсақ бөлгіштеріңіз болса, онымен де бөліп салсаңыздар болады. Келесі кезекте кинза. Кинзаны да ұсақтау етіп тураймыз. Мен секілді турап, сосын барып, оны барлығының үстіне саламыз. Міне барлығы түгелдей салынды, бірдей размерде болды. Енді келесі кезекте барлығын үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка. Енді қалауларыңызға қарай қара бұрышты да қоссаңыздар болады. Және де сұйық май 50 грамм және 50 грамм соевый соус. Майдың қалғанын құйып тастадым. Енді асықпай жақсылап араластырып шығыңыздар. Майы барлығы араласу үшін. Осымен біздің дәмді салатымыз дайын болып шықты. Каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұлдыз.